Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет бір жасағаннан осындай әдемі болып шығатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. 150 грамм сүт, 150 грамм суымызды құйып, 1 қасық тұз, 1 қасық құмшекерімізді салып, 1 қасық дрож, сарымай болса сарымай, болмаса сұйық май қоссаңыздар да болады. 2 қасықтай сөйтіп осыны жақсылап араластырып, өздеріңіз көріп тұрғандай осыған қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде суымыз жылы болу керек. Өстіп ашытып, қамырымызды 1 сағатқа қойып қоятын боламыз, тұндырып. Осы аралықта картошкамызды ашып, ұсақтап, турап, осылай газге жақсылап пісіретін боламыз. Тапаға осылай сұйық майымызды қосып, пиязымызды жақсылап, ұсақтап, турап, осылай майға жақсылап қуыратын боламыз. Кейбіреулер қуырмай істеп жатады. Қуырсаңыздар, бірақ өте дәмді, ерекше болып шығады. Осы аралықта картошкамыз пісіп, езіп аламыз. Езіп болған екен, осылай үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне 1 қасық бұрышымызды салып, 1 қасық тұзымызды салып, осыны жақсылап араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Осы аралықта 1 пиала сүтімді қостым. Сүт қоссаңыздар, картошкаларыңыз жұмсақ, әдемі болады. Салмамыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді қамырымыз ашып, әдемі болып тұр екен. Енді осыны бөліктерге бөлетін боламыз. Таразға тартып, осылай әдемелеп, бәрі бірдей болсын деп таразға тартып жасадым мен. Сіздер өздеріңіз көз мөлшермен жасасаңыздар болады. Барлық қамырларымызды 100 граммнан осылай барлығын бірдей қылып 100 граммнан тартып алдым. Енді барлығын бірдей қылып осылай тәрелкеге салып, бетін салафан менен орап қойдым. Сәл көтерілсін деп 10 минутқа қалдырдым. 10 минуттан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымызды осылай шетінен ортасын жұқа қылмай, шетін ғана жайып, осылай қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылай салмаларын барлығын салып шығатын боламын. Барлығына осылай бірдей қылып, дәл видеодағыдай түйіп шығамын барлық қамырларымды. Осындай Рамазан айында күнде осындай керемет рецепттермен бөлісіп отырамын. Сол үшін тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, барлығын осылай дәл видеодағыдай түйіп шықтым пирожкилерімді. Енді тәпеншемізге май қойып, осылай жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған тәпеншемізге осылай шетінен салып, пісіріп алатын боламыз баяу отта. Өте дәмді болып шықты. Bir жасағаннан осылай өте әдемі болып шығатын, өте оңай рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер. Bir рет болсын сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Барлық пирожкилерімізді осылай барлығын пісіріп алдық. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Қош сау болыңыздар.